Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге оразада нені есте ұстаған жөн? Осы сұраққа жауап беретін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қазақтың қызын қолдауды ұмытпаңыз. Әрбір адам ораза ұстамас бұрын ағзасын алдын ала дайындау қажет. Шама келгенше жалпы қан анализін, ақуыз мөлшерін, ферритин мөлшерін, Д витаминіне анализ тапсыру қажет. Қандай да бір дәрумен жетіспеген жағдайда тағаммен немесе дәрілік препараттарды ораза уақытысында әлсіреп қалмасы үшін рационға қосу маңызды. Әрине, міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алған дұрыс. Ораза уақытысында міндетті түрде рационда май, ақуыз және көмірсулар жеткілікті болғаны жөн. Күнделікті жылы су ішуді естен шығармаңыз. Айта кететін, салқын немесе ыстық су асқазанның шырышты қабатына кері әсерін тигізеді. Қалыпты температурадағы суды отырып, асықпай, ұрттап, оң қолмен бісмілләмізді айтып ішеміз. Мәзірімізде ұннан жасалған тағамдарды мүлдем қолданбауға тырысыңыз. Яғни печенье, пирогтар, ақ нанды біраз уақытқа ұмыта тұрыңыз. Қант немесе қанты бар тағамдардан бас тартып, қуырылған тағамдардан бойды аулақ ұстауға тырысыңыз. Иммунитетімізді көтеру мақсатында сәресіне түйенің, биенің, ешкінің сүтін, сары май, қолдың сары майын, әсіресе құйрық майды, жаңғақ, әсіп, қазы, балық, құс еті, каша, сүзбе, қайнатылған жұмыртқа, костный бульон, жеміс-жидектерді аз мөлшерде қолдануға болады. Ауыз ашарға жеңіл, тез қорытылатын тағамдар, көкөністі салаттар, сорпа, буға, пешке дайындалатын тағамдарды, голубцы, долма, кешкі тағам құрамында жасымдық көп болғаны қажет. Тойып тамақтануға болмайды. Асқазанымыздың 1/3 бөлігі тамақ, тағы бір бөлігі су, қалған бір бөлігінде ауаға толғаны маңызды. Оразада ұйқының біздің ағзаға тигізер пайдасы зор. Сәресін ішіп болған соң 7-8-ге дейін ұйықтап алған абзал. Күндіз де ағза шаршап қалмасы үшін 1-2 сағат ұйқы болғаны дұрыс. Әрине, мүмкіндігіңізге қарай. Күнделікті иммунитетті көтеру үшін Д дәруменін омега-3-ті ішуге болады. Профилактика ретінде тамақпен бірге 2 мезгіл аталған дәруменді қабылдауға болады. Таңертең С дәруменін және Б комплексін ішуге болады. Міндетті түрде таза ауамен үй ішін желдендіріп отырыңыз. Шама келсе жеңіл жаттығуларды жасауға болады. Жүкті әйелдер, емізетін әйелдер, созылмалы аурулары бар адамдар, қарт кісілер міндетті түрде дәрігер кеңесін алу қажет. Құнарлы май өкпе жұмысына көмектеседі. Қазір трендке айналған құрғақ ашығу, интервальное голодание, 16-8 тағы да басқа ашығу түрлері көп. Ғылыми тілмен айтсақ, ораза сол күрделі болып саналатын құрғақ ашығуға жатады. Енді оразаны тек физиологиялық тұрғыдан қарастырсақ, сол ашығулардан әлде қайда пайдалы әрі жеңіл өтеді. Оразада ағзада болатын өзгерістерге байланысты ғалымдар сараптама жасап, 4 кезеңге бөлген. Бірінші кезең ең ауыр кезең. Жүрек айну, бас айналу, әлсіздік, тағы басқа да симптомдар болуы мүмкін. Яғни ағзаның тазалануы енді кірісіп жатқан кезі. Осы кезеңде қан қысымымен бірге қанттың да мөлшері төмендейді. Екінші кезең ағза жаңа тәртіпке бейімделіп, ас қорыту жүйесі барынша демалады. Ағза бар күшін енді тазалануға, жаңару процесіне жібереді. Үшінші кезең ағзадағы тазалану процесі. Одан әрі күшейе түседі, энергия арта бастайды. Бауыр, бүйрек, жүрек, ішек, тері барлығында детоксикация процесі жүреді. Осы кезінде ағза зағымдалған жасушаларды қалыпқа келтіріп, өз-өзін жөндейді. Төртінші кезең оразаның соңғы 10 күні ағза барынша тазаланып, жаңарудың шырқау шегіне жетеді. Адамның күш-жігер тасып, ағза өз максимумда жұмыс істейді. Сондықтан оразада адам ағзасында әртүрлі өзгерістер болуы заңдылық. Ораза жеңіл ету үшін, иммунитет төмендеп кетпеу үшін таң сәресіне ет, жұмыртқа қосқан абзал. Өйткені бұлардың құрамында ағзамызға қажетті белок және май бар. Ал құнарлы май өкпеміздің толыққанды жұмысы үшін қажет. Мұнда мен өсімдік майын айтып тұрғам жоқ. Сондықтан жоқ дегенде таң сәресіне сапалы майды қосыңыздар. Сапалы майға қандай майлар жатады?
авокадо, оливковое масло, кәдімгі іш май және құйрық май жатады. Барлығымыздың үйімізде құйрық май бар, әрі пайдалы, әрі қолжетімді. Сондай-ақ еттегі ақуыз бен май біраз уақыт тоқ жүруімізге көмектеседі. Ал таң сәресі мен ауызашарға балғын көкөніс қосу біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар береді. Жалпы ораза жеңіл өту үшін, өкпе жұмысын жақсарту үшін таза ауаға көбірек шығыңыздар. Таза ауаға көбірек шығып тазалану үшін кофе, шай емес, таза су ішуге тырысыңыздар. Ал қимыл қозғалысы аз адамдарға айтарым, тамақтанғанда ет пен балғын көкөністерге акцент жасап, дәнді дақыл, макарон өнімдерін барынша азайтуға тырысыңыз. Тамақтану тәртібіне мұқият болыңыз. Ауыз ашқанда құрма жеп, су ішуді ұмытпаңыз. Бұл ауызашарда ағзада неге сұраныс барын анықтап береді. Сәйкесінше мөлшерден тыс тамақ жеудің алдын алады. Ауызашар болсын, сәресі болсын, жаңа піскен өнімдерді пайдалануға тырысыңыз. Жеміс-жидек, көкөніс таңдаған кезде осы айтқанымды есте ұстаңыз. Сәресіне дейін бірнеше стакан су ішкен дұрыс. Егер су ішуді ұнатпасаңыз, оның орнына айран, компот, өсімдік шайы немесе лимон қосылған су ішіңіз. Одан бөлек тез шөлдететін тағамдардан бас тартыңыз. Рационды уақытша өзгертіп, сіз бен біз пайдаланатын тұзды өнімдерден, қуырылған балықтан бас тартыңыз. Асықпай тамақтаныңыз. Әсіресе оразаны алғаш рет ұстаған адамдар тамақты асықпай жаймен жегені дұрыс. Өйткені ораза кезінде ішкі ағза күйзеліске түседі. Ауызашарды жеңіл тамақпен бастаңыз. Асығыс тамақтансаңыз, асқазан тамақты дұрыс қорыталмайды. Әсерінен ораза біткесін артық салмақ қосып алуыңыз мүмкін. Рамазан айында кофені мүлдем ұмытыңыз. Шектен тыс кофе ішу ағзаға зиян. Кофе ішу қан қысымының көтерілуіне, асқазандағы изжога деп жатамыз ғой, қыжылдың пайда болуына алып келеді. Тамақтану тәртібіне мұқият болыңыз. Біз күнделікті өмірде 3 рет тамақтанамыз, ал Рамазан айында осылай істеуге болады. Мәселен, ауызашардың бірінші бөлігін ыстық тамақ ішумен бастаңыз, екінші бөлігін майсыз тамақты тұтыныңыз, сәресінде жеміс-жидекті қолданыңыз. Бұл әдіс денсаулық үшін өте пайдалы. Егер шайды көбірек ішетін болсаңыз, мята қосылған шай, көк шайды ішіңіз. Одан бөлек айран, ірімшік, құрт жеген пайдалы. Аталған өнімдердің құрамында кальций, фосфор, мырыш ағза үшін маңызды. Сәресіне сергек оянған абзал. Ол шынжақтар орынға майлы тамақ жемеңіз. Оның орнын жеміс-жидекпен алмастырыңыз. Бұл мидың қалыпты жұмыс істеуіне, тынығуына көмектеседі. Әдетте Рамазан айында ауызашар қаптап қонаққа шақырып жатады. Осы кезде сіз дұрыс тамақтанудан ауытқымаңыз. Ағзада ақуыз, май, дәрумендер жеткілікті мөлшерде болмаса, иммунитеттің әлсіреуіне әкеліп соғады. Артынша ағза әлсіреген соң, адам инфекцияны жұқтыруға бейім болып келеді. Сол себепті жеке гигиенаны сақтап, індеттің тарауына тосқауыл қойыңыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.